Ұйқысыздық рекордтары ең төзімді жандар. Рэнди Гарднер бірінші орында тұр. Ресми түрде әлемдік ұйқысыздық рекорды 17 жастағы калифорниялық оқушы Рэнди Гарднерге тиесілі. 1965 жылы ол 264 сағат 12 минут, яғни 11 тәулік бойы көз ілмеген. Осы уақыт ішінде оның жанында екі досы Брюс МакКаллистер мен Джо Марчиано болды. Олар Рэндиді түрлі тәсілдермен сергек ұстап, тәжірибенің барысын бақылап отырды. Бастапқыда бұл тәжірибе мектеп жәрмеңкесіне ұсынылатын жоба ретінде қарастырылған еді. Алайда Стэнфорд университетінің зерттеушісі Уильям мырза бұл туралы естіп, тәжірибені өз көзімен көру үшін арнайы келеді. Күн өткен сайын Рэндидің жағдайы нашарлай берді, әсіресе түнгі уақытта ұйықтамау қиынға соқты. 4-5 күндері оның ашушаңдығы күшейіп, галлюцинация пайда болды. 11 тәуліктен кейін ол ұйқы зертханасында 14 сағат 40 минут мызғып алып, қалыпты жағдайға қайта оралды. Яғни 90 сағаттық ұйқының орнын бар болғаны 7 сағатқа артық ұйықтаумен толтырды. Ұзақ уақыт ұйқысыз жүру оның ойлау қабілетіне кері әсер еткенімен физикалық белсенділігі айтарлықтай төмендеген жоқ. Уильям Дементтің айтуынша 10-ші күні Рэнди пейнтбол ойнап, оны жеңіп кеткен. Алайда Гиннестің рекордтар кітабы адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін мұндай категорияны тізімнен алып тастады. Тағы бір ұйқысыз жандар Питер Трипп пен Том Раунс деген кісілер. 1959 жылы танымал радио жүргізушілер Питер Трипп пен Том Раунс медициналық зерттеулерге қаржы жинау мақсатында ұйқысыздық марафонын өткізеді. Питер Трипп 201 сағат бойы Таймс сквердегі шыны кабинада тұрып тікелей эфир жүргізді. 100 сағаттан кейін ол шындық пен елесті ажырата алмайтын жағдайға жетті. Оған үстел тартпаларынан лапылдап шыққан от елестесе, дәрігердің үстіндегі велвет костюмі оның орнына үтті жәндіктер сияқты көрінеді. Ұйқысыздық азабы аяқталған соң ол 13 сағат қана ұйықтаған. Ал Гонолулудан келген Том Раунс 260 сағат көз ілмей, ауыр галлюцинациялар мен есінен адасу белгілерін бастан өткерді. Дәл осы Раунстың рекордын жаңарту үшін Рэнди Гарднер тәжірибе жасаған еді. Тағы бір өмірде ұйықтамайтын кісі болған танымал кісі Маргарет Тэтчер. Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі темір ханым атанған Маргарет Тэтчер өз еркімен күн сайын небәрі 4 сағат қана ұйықтаған. Оның көмекшілері Тэтчердің түнгі 3-ге дейін мақала жазып, таңғы 5-те жаңалықтар тыңдап отыратынын айтқан. Ұйқысы аз болғандықтан ол елдегі барлық оқиғалардан хабардар болып жүретін. Кейде оның күйеуі оны ұйықтауға мәжбүрлейтін. Тэтчердің қарқынды жұмыс ырғағы оның серіктестері үшін қиын сынақ болды. Тіпті оның орнына келген Джон Мейджор да бұл режимге бейімделе алмаған көрінеді. Тағы бір ұйқысыз кісі Федор Конюхов деген кісі танымал саяхатшы болған. Федор Конюхов та ұзақ уақыт ұйқысыздықта төтеп беріп рекорд орнатты. Ол әлемдік тур кезінде спортшылардың ұйқысыз қанша уақыт шоғырлана алатынын анықтау үшін тәжірибе жүргізген. Конюхов әр 2 сағат сайын 10-15 минут қана көз ілетін. Соған қарамастан оның яхтасы жарыста үздіктер қатарынан болды. Басқа қатысушылар күніне 5-6 сағат ұйықтағанымен Конюховтың тәуліктік ұйқысы 3-3,5 сағаттан аспады. Алайда саяхат аяқталған соң ол өзін тамаша сезінді. Тағы бір ұйқысыз жан бельгиялық кеден қызметкері Джордж Мазуи деген кісі 38 жасынан бастап дұрыс ұйықтай алмайтын болды. Ұйқыға кетерде ол күрделі есептеулерге кіріседі екен. Ол санаулы секунд ішінде 47 дәрежелі түбірді есептей алатын. Қарапайым адамға бұл тапсырманы шешу үшін 10 сағатқа жетеді. Қазір ол тәулігіне небәрі 2 сағат қана ұйықтайды, және бұл оның денсаулығына ешқандай да әсер етпейді. Тағы бір ұйқысыздық туралы дерек Джонс деген фермер болған. 19 ғасырдың соңында дәрігерлер абсолютті ұйқысыздықтың сирек кездесетін жағдайын тіркеді. Джонс есімді фермер дәрігерлерге ұйқысыздық мәселесімен жүгінген, бірақ ол бұған алаңдаудың орнына керісінше көп жұмыс істей алатынына қуанып келді. Бірінші рет ол 3 ай бойы ұйықтамаған. Кейін бұл жағдай қайталанып, 131 күн қатарынан көз ілмеген.
Ұйқысыздық ұстамалары жиілегенмен оның денсаулығы мен әл-ауқатына ешқандай әсер етпепті. Бұл дәрігерлер үшін үлкен жұмбақ болып қалды. Ал енді сіздің ең көп ұйықтамаған кезіңіз неше күн? Ойланып көріңізші.